Бұрынғылардан қалған ескі сөз, ескі әңгімелерді кейінгілер ес көріп естеріне түйіп жүрсін деп, мен Нұрдәулет Исағазы азды көп сөз қылып отырмын. Қазақ руханиятының қайнар көзі қақлияларға толы Қазақ мінез каналына жазылып, бейнелерді көріп лайк десеңіз лайк басып, бөлісіп отырыңыздар. Орта жүз арғынан шыққан Шорман жастау кезінде 10 шақты кісі өрдегі қуандыққа жолаушы болып барыпты. Әуе жерге түскен шілденің ыстық күні болса керек, бір ақбоз үйдің сыртында тұра қалып сөйлесіп қалыпты дейді. Айқайлаған ғой, сүйсе кісі шықпапты. Сонан соң өздері кіріп барса, үйдің ішінде екі кісінің құшағы жеткісіз бір бәйбіше қатын отыр екен дейді. Екі жылқының терісінен алған бір саба қымызға ылық толып тұр дейді анандай жерде. Онан басқа қыбырлаған жан жоқ. Бәйбіше бұлардың шаңырқап сусап келгенін көріп, орнынан әрең зорға қозғалып барып, сабаны пісуге мұршасы келе алмай, аяғыменен толқып жаңағы сабаны қозғады дейді. Сонда бұлар мырс етіп күліп жіберіпті. Балалар біреуін келіп шараның аузына тоса қалыңдар деп, әкеп тосқан шараға бір көлге қотарғандай, сабанның аузын қисайтып құлатып, шараны үлпілдетіп, аузынан асыра құйып, ал балалар, іштеріңе сыйғанша орталарыңа алып іше беріңдер деп, шаршап, үф деп отыра кетті дейді. Бұлар қымызды ішіп, кенеліп, маңдайлары шып-шып терлеп, мәз-мейрам болысып, өздерін-өздері келген соң, бәйбіше баяулап, қоңырлап, ақырын ғана сұрады дейді. Жылағанды сұрама, күлгенді сұра деп еді. Балалар, мына мен қымыз құйып жатқанда не себепті күлдіңдер? дейді. Сонда бұлар айтыпты, сіздің сабан аяғыңызбен толқығаныңызға күлдік. Оның несіне күлдіңдер? Біздің жақта қарияларымыз ұрсып тастаушы еді. Ақты аяғыңмен теппе, ырымға жаман болады деп. Бұл жақта ондайды ырым қылмайды-ау дейміз. Бұрын өзіміздің жақта көрмеген нәрсеміз болған соң бізге есі көрінді. Соған күлістік депті. Сонда жаңағы бәйбіше айтты дейді. Балалар, бұрынғының мақалын естіген жоқ екенсіңдер. Барында батып іш, жоғында сатып іш. Құдай беріп қойған күнінде шалғаннан жатып іш. Дүние шіркін кетер болса, өпкеніңмен келмейді. Бір беттеп келер болса, тепкеніңмен кетпейді. Кедейлер ырым кетер, ырымы қырын кетер деген. Ырымшыл болсаңдар, елдерің кедейлі екен ғой депті. Бұлар дәнеме айта алмай ұялып қалысты дейді. Енді бұны сөз етіп отырған себебім, әннің естісі бар, есері бар дегендей, ырымның да естісі, ескісі бар болып тұр ғой. Негізі қазақтың ырымдары, қазақтың ұстанған салт дәстүрлердің көбісі дұрыс болады. Мақалдың да бір есті іске жарайтыны, кезінде жаңа Абай атамыздың мақалдарды салыстырады, сол сияқты ішінде бір-біріне қайшы келетін, сондай есерлеу сөздерде болады. Сол сияқты ырымның да кері кеткен дер бар екен. Бірақ енді бұл жерде ақтамақты теу деген нәрсе, аяқпен толқу деген нәрсе әрине біздің қазақ құп көретін дүниесі емес. Бұл жерде жаңағы бәйбішенің айтқысы келіп отырған әңгімесі байлық бақ жайында болып отыр. Қазақ айтады ғой, таудай талап бергенше бармақтай бақ бер деп. Егер бақ қонатын болса, жаңағы қайт теппесең де кетпей деген дейді. Соны айтқысы келген мысал болса керек. Бұны Мәшһүр Жүсіп баян етеді. Сіздерге ес қылып айтып отырған Нұрдәулет Шаймұратұлы. Егер видео ұнаса каналға жазылыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар.